Сәлем, қалайсыздар? Менің есімім Жұлдыз. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі менің YouTube каналымда сұлулық әлемі жайлы білетін боласыздар және үйренетін боласыздар. Менің YouTube каналымда өте құнды ақпараттар болады, және лайк басуды, комментарияға не білгілеріңіз келеді, соны жазуды ұмытпаңыздар, және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Секреті скорости. Тез жасауда қандай 8 мүмкіндік бар? Кірпікті қалай тез жасауға болады? Соның 8 мүмкіндік жайлы айтатын боламыз. Бірінші мүмкіндік ол екі көзді бірдей жасау керек. Ол қалай? Көп мастерларда байқасаңыздар, бірінші көзіңізді, оң көзіңізді бітіріп болып, сосын екінші көзіңізге өтеді. Ондай жағдайларда адам тез бітпейді. Неге? Потому что адамның оң көзі қиынырақ, оң қолмен жұмыс жасайтындарда оң көзі қиынырақ, сол көзі оңайырақ болып жүреді. Вот сондай моменттерде оларға қиынырақ болып жүреді. Вот сол үшін бірдей жасау керек. Потому что солақайларда ол наоборотынан болып жүреді, ал оң қолмен жасайтындарда ол осы мен айтқандай. Сол үшін көздің алдынан бастап, осылай көздің алдынан бастап, бітірмей, бірінші, например, 9-ды қоятын болсаңыздар, екінші көзге де сразу 9-ды қойып. Потом 10-ды қойсаңыздар, екінші көзге сразу 10-ды қойып. Вот солай жасасаңыздар, тез бітесіздер. Ал екінші мүмкіндік ол скотчты дұрыс қолдану. Көп мастерлар скотчты дұрыс қолданбайды, соның кесірінен астыңғы кірпіктер шығып кетеді, және скотчты қабаққа қойған кезде оларға ол скотч көмектеспейді. Ал негізі бізге ол скотч көмектесіп тұру керек, но адамның көзіндегі аралардағы кірпікті көрсету үшін, сол үшін скотчты дұрыс қолдану керек. Если дұрыс қалай қолдану керектігін білмейтін болсаңыз, менің басқа да видеоларым бар, сол жақтан көрсеңіздер болады. Үшінші мүмкіндік көзді ашып алмау. Ол қалай? Көп мастерларда кірпік жасап жатқанда клиенттің көзі ашиды да, и вот содан постоянно көзінен жасаурап тұрады. Вот сондай моментте клей кеуіп кетеді. Клеймен адамның көзіндегі тұзды көз жасы араласқаннан кейін клейдің әсері кетіп қалады. Вот сондайдың кесірінен кірпік тез түсіп қалады, дұрыс қолдана алмайсыз, жабыстырасыз, ол отслойка болып қалады, немесе отказ береді, кірпік жабыспайды. Вот сондай жағдайлар болады. Вот сол үшін адам көзін ашты болмау керек. Если адам ұйықтап кеткен кезде көзі ашылып кететін болса, онда ол клиентті барынша ұйықтатпаңыз. Вот солай жасасаңыз, сіз тез бітесіз. Бесінші мүмкіндік ол бірінші рядқа қою. Ол қалай? Мастерлардың көбісі біледі, то что кірпіктерде 4, 5 немесе 6 рядқа бөлінеді, мынандай адамның көзіндегі кірпіктер. Вот сол кірпіктің үстіңгі қатардағы кірпікке сіздер қойып бастайтын болсаңыздар, ол бірінші ряд болып есептелінеді. Бірінші рядқа қойып бастайтын болсаңыздар, оны тез бітесіздер, потому что бірінші рядқа қойғаннан кейін екінші рядтағы кірпіктер көрінеді. Екінші рядқа қойғаннан кейін үшінші рядтағы кірпіктер көрінеді. Вот солай сіздер тезірек жасайтын боласыздар. Бұл менің, былай айтқанда, өзімнің қолданатын техникаларым. Алтыншы момент ол көздің алдынан бастау. Көп мастерлар байқасаңыздар ортасынан бастайды, немесе әр жерінен қойып солай бастайды. Әр жерінен қойып бастайтын болсаңыздар, арасындағы кейбір кірпіктерді сіздер тастап кетесіздер, соның кесірінен 100% заполнение болмайды. Ал көздің шетінен бастайтын болсаңыздар, уже көздің шетіне мысалы ұзын длина қойсаңыз, ұзын длинадан қысқа длинаға төменге қарай түсу, вот алдына қарай жүру, ол өте қиын. Вот сол үшін көздің астына алдынан 9-дан, например, бастайтын болсаңыз, немесе 8-ден бастасаңыз, осылай көздің алдынан бастасаңыз, ары қарай кірпік длинасы ұзара бергендіктен сізге оңайырақ болады. Вот солай тағы да тез бітетін боласыз. Жетінші мүмкіндік ол оң көзден бастау. Ол қалай? Кірпікті бастағанда көп адам сол көзден бастайды. Вот ол да қате, потому что оң көз қиын болғандықтан көп мастерларға оң қолмен жұмыс жасайтындарға, ал солақайларға наоборот сол көз қиын болады. Ал оң қолмен, өзім лично оң қолмен жұмыс жасаймын, содан кейін маған оң көз қиынырақ, және менің случайымда сіздерге айтып жатырмын. Оң көзден бастасаңыздар, оң көз қиын болғандықтан, қиын нәрседен бастасаңыздар, оңай нәрселерге вообще оңай болады. Вот солай тез бітетін боласыздар. Сол үшін оң көзден бастаңыздар. 8-ші момент ол местаңыз таза болу керек. Мысалы, ойлаңызшы, сіз үйде, мысалы, бір мероприятие болайын деп жатыр, бір жағдай болайын деп жатыр, ал сіздің үйіңіз таза емес, лас болып тұрса, сізге ыңғайсыз болады, дұрыс па? Сол сияқты местаңызды сіздің таза болу керек. Ол қалай? Мен, например, оң жаққа қоямын кірпіктерді. Вот оң жаққа қойғаннан кейін оң жақ местамда артық зат болмау керек. Адамның лишний заттары болмау керек, например, клиенттің артық пинцет болмау керек, артық скотч болмау керек деген сияқты. Скотчты бір қолдандыңыз ба, оны шетке алып тастайсаңыз. Клейді бір құйып алдыңыз ба, оны шетке алып тастайсаңыз. Вот солай местаңызды таза ұстаңыз, және кірпікті қоятын жеріңіз сіздің таза болса, ойыңыз жинақталып тұрады. Менің случайымда
менің, например, үйім таза болып тұратын болса, менің миым да тазарып тұрады. Вот сол сияқты менің местамда таза тұрса, мен кірпікті де тез бітемін, және алаңдамай мүмкіндігінше тез бітіремін. Сол үшін местаңыз таза болғаны дұрыс. Және тағы бір мүмкіндік, ол дайын пучок қолдану. Көп мастерлар дайын пучок қолданбайды, потому что олар адамның басында отырып ашиды. А менің случаемда мен заготовка дайындап қоямын, алдын ала пучок ашып қоямын. Бос уақытымда және де бұл студент қыздарға да пайдалы. Неге? Себебі менде, например, обучение оқыса, немесе бос жүрген қыздар бар, соларды өзім шақыртып аламын, пучок ашуды үйретіп қоямын, и олар 2 күннің ішінде үйренеді. И вот солай мен солардың дайындаған пучогына мен оларға ақша төлеймін, оларға как бы бұл жұмыс ретінде, ал маған бұл уақыт үнемделетін жағдай. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай көрінеді негізінде пучок деген. Бұларды осылай дайындап қойғаннан кейін адамның көзіне сразу қойып кете бересің. Сонда адам басында отырып, ашып отырып, тоже уақытты тез босқа құртпаймын. Осылай пучоктармен менің уақытым үнемделеді. Сіздерге де совет беремін. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сыртында жазылған дэшка 11, 3, 4, 5, 6-ды. Яғни бұның ішіне 3-4 да бар, 5-6 да бар. Немесе былай, только чисто 5-6. На жерде, например, только 5-6 штуктан әр кірпікте. И осылай, 12-ді, 11-в на жерде 12-в, на жерде 12-ді, 3-4-ді. Бүгінгі ақпараттар ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі келесіде бұдан да құнды ақпараттар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға не білгілеріңіз келеді, жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің кішігірім арманым бар еді, 1000 подписчикке жету. Сол арманымды қолдап жіберсеңіздер, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Всем пока!